Сәлем достар, арнаға қош келдіңіздер. Бүгін біз осындай жып-жұмсақ әрі үлпілдек болып шығатын зебра пирогын әзірлейтін боламыз. Ол үшін 4 жұмыртқаға 300 грамм қантты қосып, аппақ болып көпіргенше миксермен жақсылап араластыратын боламыз. Және де 200 грамм қаймақты, 100 грамм ерітілген сары майды қосып, тағы да араластырып аламыз. Одан соң 250 грамм ұнға 1 шай қасық ас содасын салып, ыдыстың ішінде былғап аламыз. Ұнды алдын ала міндетті түрде електен өткізу қажет. Сол кезде пирог жақсы көтеріліп пісетін болады. Және де барлық ұнды бірден салып жібермей, 3 рет бөліп саламыз. Енді дайын болған қамырды 2 ыдысқа бірдей қылып бөліп аламыз. Бірінші ыдысқа 2 ас қасық какао ұнтағын салып, тағы да миксермен араластырып аламыз. Осылайша дайын болған қамырды пирогты пісіретін ыдысқа 2 ас қасықтан кезек-кезек салып шығамыз. Енді таяқшаның көмегімен видеода көрсетілгендей өрнектер сызып шығамыз. Одан соң 170-180 градуста қызып тұрған пешке салып 40-45 минут пісіріп аламыз. Міне осындай зебра пирогымыз дайын болды. Назарларыңызға рахмет.